Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Келесі олимпиадалық есеп шетелдегі бір олимпиадаларда кездескен. Осыдан 3-4 ай бұрын SFFT әдісі деген бір видео сабақ шығарған болатын. Сол әдіске қатысты тағы да бір есеп. Сонымен бізде теңдеу берілген 4-тен 3-тен 1 бөлу А қосылған 1 бөлінген Б қосылған 1 бөлінген С. А, Б, С бізде натурал сандар, және олар осылай реттелген, яғни реттелген жиынтық. А натурал болғандықтан так, бірден үлкен еместен А кіші неместен Б, Б кіші неместен С. Осы теңдеуді шешу қажет натурал сандар жиынында. Так, бізде А кіші неместен Б кіші неместен С болса, онда одан қандай қорытынды жасауға болады? Онда А саны ең кіші болғандықтан оның кері мәні ең үлкен болады, яғни бөлімі ең кіші бөлшек. Яғни 1 бөлінген А онда үлкен болады 1 бөлінген Б-дан, ол үлкен болады үлкен еместен болады 1 бөлінген С-дан. Осындай тізбек теңсіздіктер аламыз. Так, бұдан қандай қорытынды жасаймыз? Так, есептің шарты бойынша бізде 4-тен 3 ол тең осы сандардың кері мәндерінің қосындысына тең. 1 бөлінген Б плюс 1 бөлінген С. Так, мынау 3 санның қосындысы ол 1 бөлінген А-дан үлкен болады, 1 бөлінген А-дан үлкен болады, және кіші немесе тең болады, егер 1 бөлінген А қосылған 1 бөлінген А қосылған 1 бөлінген А деп жазсам. Яғни біз осылай шектеу жасау арқылы қосымша теңсіздіктерді пайдаланып, қазір А-ның мәнін бағалаймыз. Түсінікті, яғни жоғарыдағы мынау теңсіздікті пайдаланып, біз 1 бөлінген Б-ның және 1 бөлінген С-ның орнына 1 бөлінген А-ны қосып шықтық. Сонда нәтижесінде бізде не шығады? Сонда 1 бөлінген А кіші болады 4-тен 3. Ол кіші неместен болады 3. Так, мына жерде А болады. Б деп жазып қойыппын. Сонда 3 бөлінген А болады, Міне осындай теңсіздік шықты. Қос теңсіздік. Енді осыдан біз қандай қорытынды жасаймыз? Так, біріншіден, алғашқы мынау теңсіздіктен біз қандай қорытынды жасаймыз? Яғни 3А бізде 4-тен үлкен болады. Яғни А бізде 4 бөлінген 3-тен үлкен. А бізде натурал сан болғандықтан ол бірден үлкен. Демек, А бізде үлкен немесе тең 2 деген осындай қорытынды шығады. Яғни А натурал сан болғандықтан ол бірден үлкен болғандықтан онда ол 2-ден үлкен немесе тең деп жазаламыз. Так, енді теңсіздіктің екінші жағын алып қарайтын болсақ, 4-тен 3 кіші немесе тең 3 бөлінген А. Яғни бұдан қандай қорытынды шығады? 3А бізде кіші немесе тең 4 көбейтілген 3, яғни 3-ке қысқартып жіберсек, А бізде кіші немесінен 4 деген шығады. Міне осындай теңсіздік аламыз. Яғни біз А санының мәнін анықтадық, мүмкін мәндерін анықтадық. А бізде натурал сан болғандықтан, және ол 2-ден үлкен немесе тең, және 4-тен кіші немесе тең. Демек, А-ның мүмкін болатын бізде 3 мәні бар. Яғни А бізде 2-ке тең болуы мүмкін, 3-ке тең болуы мүмкін, немесе 4-ке тең болуы мүмкін. Енді жоғарыдағы теңдеуге біз А-ның 3 мәнін қойып, әр жағдайда жеке-жеке Б мен С-ның қалған мәндерін анықтай аламыз. Яғни бірінші. Так, сонымен бірінші жағдайда бізде А тең 2 болсын. Онда 4-тен 3 тең болады. А-ның орнына 2-ні қоямыз. Яғни 2-ден 1 қосылған 1 бөлінген Б қосылған 1 бөлінген С. Бізде Б С-дан кіші неместен екен есте сақтау қажет. Так, сонда бұдан қандай қорытынды шығады? Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, жерге 2-ден берсек, онда азайтып жібереміз. 4-тен 3-тен 2-ні азайтамыз. Сонда 4-тен 1 тең болады 1 бөлінген Б қосылған 1 бөлінген С. Мынау алдыңғы видеодағы SFFT әдісімен шығатын есеп, яғни ортақ бөлімге келтіреміз. Осы жерде, яғни 1 бөлінген 4 тең болады Б қосылған С бөлінген БС. Яғни 4Б қосылған 4С тең БС болады.
тең bc болады. Ары қарай бұны біз жіктеп жібереміз. Яғни bc азайту 4b азайту 4c тең 0. Яғни b-ны жақшаның сыртына шығарсақ, c азайту 4 болады. Және мына жерде 4-ті жақшаның сыртына шығарсақ, c азайту 4 болады. Онда бізде оң жағына 16-ны қосып жібереміз. Тең 16. Яғни b азайту 4 көбейтілген c азайту 4 тең 16. Енді 16-ның барлық мүмкін жағдайларын қарастырамыз. 16-ны қалай жіктеуге болады? 16 бізде бізде c саны b-дан үлкен немесе тең болғандықтан, онда мынандай жағдайлар қарастырамыз. b-4 1 болған жағдайда, ал c-4 16 болған жағдайда. Сонда көбейтіндісі 16-ға тең. Немесе 2 көбейтілген 8 болуы мүмкін. Немесе 4 көбейтілген 4 болуы мүмкін. Барлық жағдайды жеке қарастырып шығайық. Яғни бірінші жағдайда b-4 бізде 1-ге тең болса, c-4 16-ға тең болса. Еске салып өтейік, біз қай жағдайды қарастырып жатырмыз? А тең 2 болған жағдайды қарастырып жатырмыз. Яғни осы жерден бізде b тең 5 деген шығады, c тең 20 деген шығады. Сонда біз алғашқы жауабымызды алдық. Яғни a, b, c үштігі бізде 2, 5 және 20. Бұл бізде бірінші жауап. Екінші жағдайды қарастырайық. Екінші жағдай бізде ол b-4 2-ге тең болған кезде, ал c-4 8-ге тең болған кезде. Онда мына жерден бізде қандай жауап шығады? Онда b 6-ға тең, c 12-ге тең. c тең 12, сонда бізде a, b, c үштігі 2, 6, 12 деген. Осында екінші жауап шықты. Және үшінші жағдайды қарастырамыз. 4 көбейту 4 деген үшінші жағдайды қарастырамыз. b-4 бізде 4-ге тең, және c азайту 4 ол да 4-ге тең. Онда b бізде 8-ге тең, c бізде 8-ге тең. Онда біздің үшінші жауабымыз 2, 8, 8 деген. Мына a тең 2 болған кезде бізде сонда 3 жауап шығып тұр. a тең 2 болғанда 3 жауап шығып тұр. Енді екінші жағдайды қарастырамыз. a тең 3 болған кезде. Қарайық. Мына жерде біз қазір a тең 2 болған жағдайды қарастырдық. Енді a тең 3 болған жағдайды қарастыруымыз керек. Екінші жағдай былай деп жазып қояйық. a тең 3 болғанда. Онда біздің теңдеуіміз қандай болады? Яғни 4-тен 3 тең болады 1 бөлінген 3 қосылған 1 бөлінген b қосылған 1 бөлінген c. Осы жерде 4-тен 3-тен 3-тен 1-ді азайтсақ қанша болады? Мынаған 4-тен береміз, 3-тен береміз. Сонда 12-ден 9-дан 12-ден 4-ті азайтамыз. Бізде 12-ден 5 шығады. 12-ден 5, сонда тең болады 1 бөлінген b қосылған 1 бөлінген c. Енді осыны жіктеу керек бізге. Яғни 12-ден 5 бізде тең болады b, c алымында b плюс c. Сонда 5 b, c азайту 12b азайту 12c тең 0 деген шығады. Тең 0 деген шықты. Енді осыны біз жіктеуіміз керек. Енді осыны жіктеу үшін не істейміз? Мынау алғашқы екеуінен b-ны жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде бізде 5c азайту 12 болады. Енді қарайық. Мына жерде жақшаның ішінде бізде тоже 5c азайту 12 болу керек. Сонда жақшаның сыртына қандай сан шығады? Жақшаның сыртына бізде 12 бөлінген 5 шығады сонда. 12 бөлінген 5. Жақшаны қайтадан ашсақ, көбейтіп жіберсек, 5 пен 5 қысқарып кетеді да, минус 12c қалады. Ал минус 12-ні минус
12 бөлінген 5-ті минус 12 көбейтсек, 12-ден 5-тен 12-ні 12 көбейтсек, бізде 5-тен 144 шығады. Сонда біз теңдіктің оң жағына 5-тен 144 қосуымыз керек. Сонда бізде мынандай теңдеу шығады. Былай жіктеледі. Сонда 5c азайту 12 және b азайту 5-тен 12. Бұл тең болады 5-тен 144. Енді бізде бөлшек болмау үшін біз теңдіктің екі жағына да 5-ті көбейтіп жібереміз. Теңдіктің екі жағына да 5-ті көбейтіп жіберсек, сонда бірінші жақша бізде 5c азайту 12. Мына 5-ті біз қараңыздар. Мынау 5-ті біз екінші жақшаға көбейтеміз. Сонда 5b азайту 12. 5-тен 144-ке 5-ті көбейтсек, сонда 144 шығады. Так, реттеп жазып қояйық. Бұны бірінші жазып қояйық. Сонда 5b азайтылған 12 көбейту 5c азайтылған 12 тен 144. Так, енді бұл жерде кішкене ұзақтау болады. Так, оның қысқа жолын есептейміз. Себебі 144-ті біз жіктейтін болсақ, 144-тің жіктелу әдістері өте көп. Мысалы қараңыздар, 1 көбейту 144 деп жазуға болады. 2 көбейту 72, 3 көбейту 48, 4 көбейту 36, так, 6 көбейту 24, 8 көбейтілген 18, және 12 көбейту 12 болды. Осы жағдайларды ғана қарастырамыз, себебі бізде екінші жақша бірінші жақшадан үлкен болу керек. Бірақ біз бұл мәндердің барлығын жазып отырмаймыз қазір, себебі бізге қысқа жолын іздеу керек болып тұр. Қараңыздар, 5c үлкен санын алайық, үлкен көбейткішті. 5c азайту 12, ол мысалы қандай да бір d деген сан болсын. Онда 5c тен болады d қосылған 12, яғни d қосылған 12 ол 5-ке бөлінеді деген сөз. Мынау бізде 5-ке бөліну керек. Ал d дегеніміз не? d дегеніміз ол мынау жақша. Яғни осы жақшадағы мәнге 12-ні қоссақ, оның қосындысы 5-ке бөліну керек. Ол қай сандар олар? Қараңыз. 144-ке 12-ні қоссақ 156 болады, ол 5-ке бөлінбейді. 72-ге 12-ні қоссақ 84, ол 5-ке бөлінбейді. 48-ге 12-ні қоссақ 60, 5-ке бөлінеді, яғни мынау жағдайды біз қарастырамыз. 36-ға 12 қоссақ бөлінбейді, 24-ке 12 қоссақ 5-ке бөлінбейді, 18-ге 12-ні қоссақ 30 болады, 5-ке бөлінеді. Онда мынау жұпты тоже қарастырамыз, және мынау жұпты қарастырамыз. 12-ке 12-ні қосса 24, ол 5-ке бөлінбейді. Сонда бізде екі-ақ вариант қалып тұр. Мынау вариант, және мынау екінші вариант. Түсінікті, осы варианттарды қазір қарастырып шығамыз. Яғни бірінші жағдай 5b азайту 12 тен 3, ал 5c азайту 12 тен 48. Міне осы жағдай келіп тұр бізде. Онда мәндері натурал сандар болады, бүтін сандар. Так, бұдан не шығады бізде? Бұдан бізде 5b тен 15, мына жерде 5c тен 60. Бұдан b тен 3 деген шығады, c тен 12 деген шығады. Сонда біз тағы бір үштікті аламыз. a тен 3 болады, b тен 3 болады, c тен 12 болады. Міне. Бұл бізде төртінші жауап. Так, төртінші жауап. Және мынақта екінші жағдай бар. Екінші жағдай. Так, 5b азайту 12 бізде 8-ге тең. Мынау жағдай қарастырып отырмыз. Яғни 5c азайту 12 ол 18-ге тең. Сонда бұл жерде де натурал шешімдер шығады. 5b сонда бізде 20-ға тең, 5c бізде 30-ға тең. Бұдан b бізде 4-ке тең, c бізде 6-ға тең. Яғни тағы бір жауап шықты. a тең 3, b тең 4, c тең 6 деген. Осындай жауап шықты тағы да. Так. Мынау жауап болған. Мынау жауап. Так, біз a тең 3 болған жағдайды қарастырдық қазір.
Енді соңғы жағдай қалды, а тең 4 болатын жағдай. Үшінші жағдай. Так, а тең 4 болғанда. Онда теңдеуіміз қандай еді бізде? 3 бөлінген 4 тең 1 бөлінген 4 қосылған 1 бөлінген b қосылған 1 бөлінген c. 4-тен 3-тен 4-тен 1-ді азайтсақ, адамнан азайтсақ, 4-тен 2 қысқартып жібереміз, 2-ден 1. 2-ден 1 тең 1 бөлінген b қосылған 1 бөлінген c. Так, бұл енді қарапайым жағдай, яғни bc тең 2b қосылған 2c, я. 2b қосу 2c азайту bc дейміз. Немесе керісінше жазайықшы. Так. Маған солай ыңғайлы, bc-дан азайтқан. Так, bc азайту 2b азайту 2c тең 0. Мына жерде b-ны жақшаның сыртына шығарамыз. c азайту 2 болады. Мына жерде 2, c азайту 2. Минус 2, минус 2, 4 болады. Яғни оң жағына 4 қосып жібереміз. Сонда b азайту 2 тең көбейтілген c азайту 2 тең 4. Так, 4-ті жіктеудің әдістері көп емес, яғни мынау 1 көбейтілген 4 болуы мүмкін, немесе 2 көбейтілген 2 болуы мүмкін. Осы екі жағдай. Яғни b азайту 2 бірінші жағдайда 1-ге тең болса, c азайту 2 4-ке тең болу керек. Онда b тең 3, c тең 6. Біз бұл жағдайды алмаймыз, себебі біз қандай жағдай қарастырып отырмыз? А тең 4 деген жағдайды қарастырып отырмыз. Ал бізде шектеу бар екенін ескеру керек, шектеу бар екенін ескеру керек, себебі а бізде b-дан кіші, b өз кезегінде c-дан кіші болу керек. Ал а 4 болып тұр мына жерде, ал мына жерде b 3 болып тұр. Яғни бұл жағдай біз алмаймыз. Так, екінші жағдай екеуі де 2-ге тең болған кезде, яғни b минус 2 бізде 2-ге тең, и c минус 2 бізде 2-ге тең. Так, осындай жағдай қалып тұр. Сонда бізде не болады? b тең 4, c тең 4 және a тең 4. Сонда бізде үштік мынандай болып тұр. 4, 4, 4 деген. Бұл соңғы 6-шы жауап. Сонда бізде барлығы осы теңдеудің 6 жауап шықты. Мына 4, 4, 4 үштігі бірінші жауап. Мынау 3, 4, 6 деген екінші жауап. Так, мына жерде бір жауап бар еді ғой. Қайда кетіп қалды? Так, дұрыс. 3, 4, 6, мына 3, 3, 12 деген жауап бар. Тағы қандай жауаптар бар? Мына 2, 8, 8, 2, 6, 12, 2, 5, 20. Так, сонымен біздің есебіміз шықты.